Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Болмас, меншік, дым, айну, айну, төзу, жетекші, мазмұндау, тартымды, үлге алу, бапкер, деу, ғұмыр кешу, ол, жарқын, тәлім, жалғасу, тесіле қарау, сенімхат. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Тыңдаңыздар. Естество натура. Собственность. Ничего нет. Передумывать. Отказ. Терпеть. Наставник. Изложение. Привлекательный. Брать пример. Тренер. Вызывать. Прожить жизнь. Тот, этот. Яркий. Назидание, урок, пример. Продолжаться. Смотреть пристально. Доверенность. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазайын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Ақылды бүркітші. Шынын айтқанда, зейнетте еш нәрсе естімей, тек еске алумен ғана айналысасың. Басқа еш нәрсе жоқ, дым жоқ. Міне, есіме түсті. Естілігімді мазмұндап берейін деп тұрмын. Бірде бір газетаның тілшісі болып жұмыс істедім. Редакция маған халық дәстүрлері туралы бірнеше мақала жазуды тапсырды. Дәл келесі күні алыс ауылға барайын деп шештім. Редакцияның буханка деп аталған көлігін айдауға бастығымнан сенімхат алып, таңертең жолға шықтым. Ашық күн болды. Ауыл қаладан бірнеше жүз шақырым қашықтықта орналасқан. Ауылға жеткенше не жазайын деп жоспарым туралы ойладым. Көз тартымды бір нәрсе тапсам, керемет болар екен деп ойладым. Күз мезгілі болды. Аңға шығуға керемет мезгіл екен деп бір ойы басыма келді. Ауылдың басшысы мені бір киіз үйіне қонуға шақырып, маған келесі күні аң аулауға шығатынымызды айтты. Қандай сәттілік. Құдай мені естіді деп ойладым. Келесі күні осы қимылға куә болдым. Аң аулау көз алдымда өтіп жатты. Жасы үлкен көрінетін ақсақал аспанға тесіле қарап жатты. Көк аспанның жоғарысында жалғыз бүркіт ұшып қалықтап жүрді. Ақсақалдың астындағы ат әлсін-әлі пысқырып, шыдамсызданып тұяғымен теуіп тұрды. Бір сәтте бүркіт аспанның жоғарысынан тастай жерге құлап, тырнағымен аңның басына жармасып кетті. Ақсақал атты қамшымен ұрып, жерге қонатын бүркітке қарай шабып кетті. Мә саған бәрі келді, бүркіт балам айналайын, қасқырдың ұстап алдың, деп қуанып айғайлады қария. Аң аулаудан кейін жарқын отын шатыр-шұтыр ортасында кешкі ас дастарханның айналасында отырып әңгімелестік. Бұл бүркіт кез келген емес еді. Оны
балапан болғанында бик таудағы оясынан алдым. Балапанды асырап, оны аңға бірге шығуға үйретуге бірнеше жыл арнадым, деді ақсақал. Демек, сіз бүркітіңіздің бапкерісіз ғой. Иә, балам, бүркітіме бапкер немесе жаттықтырушы деп айтуға болады. Менің әкем де атам да бүркітпен аңға аулапты. Бүркітші деген әулеттіміз. Бүркіт бұл азат құс. Оны меншігім деп айтуға болмайды. Өскенде ол сенің досың ретінде есептей бер. Оны аңға шығуға үйретуде түзу керек. Шыдамдылықтан пайда болады. Тағы бір нәрсені еске сақтау керек. Бүркіт сізбен бірге ғұмырыңыз бойы кішпейді. Уақыт келгенде ол өзінің жұбын табу үшін азаттыққа ұшып кетеді. Ұя салып, балапанды шығарады. Бұл болмыс деген сөз, деп жалғастырды қария. Адамда табиғаттан үлгі алып, болмыс бойынша әрекеттер жасайды. Соңында қоштасу кезінде құшақтасып, қонақжайлылығыңызға үлкен рахмет. Мәліметтіңіз өте қызық әрі пайдалы болып шықты. Халқымыздың салт дәстүрі туралы бай әрі көп қызық мәліметтер жинадым. Қалада туып өскен оқырманыма олар туралы мәліметтер құнды болатынына сенемін. Дұрыс айтасың. Менің тәлімім былай болады. Егер халық дәстүрлеріміз бен өнерімізді сақтамасақ, оларды ешкім сақтамайды. Еш нәрсені ұмытуға болмайды. Егер біз естен айнып кетсек, мәдениетімізді де, елді де жоғалып кетеміз. Келесі жаттығуда синхрон аудармасын жасайық. Мен сіздерге мәтінді орыс тіліне оқимын, сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Мудрый беркучий. Честно говоря, на пенсии ничего, кроме воспоминаний, не остается. Вот одно пришло в голову. Попробую-ка его изложить. Однажды я работал корреспондентом в одной газете. Редакция дала задание написать несколько статей о народных традициях. На следующий день я решил отправиться в отдаленный аул. Получив от начальника доверенность на вождение редакционной машины, называемой в народе буханка, рано утром я отправился в путь. День был ясный. Аул находился в нескольких сотнях километров от города. По пути я размышлял, о чем буду писать. Если найду что-то яркое, будет здорово, подумал я. Была осень. В голову пришла мысль. Идеальное время для охоты. Старейшина аула пригласил меня переночевать в одной юрте и сообщил, что на следующий день мы пойдем на охоту. Какая удача! Бог меня услышал, была моя первая мысль. На следующий день я стал свидетелем такого события. Охота происходила прямо на моих глазах. Пожилой аксакал пристально смотрел в небо. Там в вышине, в небесной голубой глади, парил одинокий беркут. Конь под аксакалом то и дело фыркал, нетерпеливо бил копытом по земле. В один миг беркут камнем рухнул с неба и вцепился когтями в голову добычи. Аксакал хлестнул коня камчой и поскакал к приземлившемуся беркуту. «Мясаган, удача! Мой беркут поймал волка!» — радостно закричал старик. После охоты мы сидели у яркого костра с потрескивающими искрами. Ужин был на дастархане, и мы беседовали. Этот беркут непростой. Я взял его птенцом из гнезда в высоких горах, вырастил птенца и обучал его охотиться вместе со мной. На это ушло несколько лет, сказал аксакал. Значит, вы тренер своего беркута? Да, сынок. Можно сказать, тренер и наставник. Мой отец и дед тоже охотились с беркутом.
Мы династия Беркучи. Беркут – свободная птица. Нельзя сказать, что он твоя собственность. Когда вырастает, считай его своим другом. Обучение охоте требует терпения. От терпения только польза. Еще одно нужно запомнить. Беркут не проживет с тобой всю жизнь. Когда придет время, он улетит на свободу искать пару. Построит гнездо, выведет птенцов. Это и есть природа, продолжал старик. Человек тоже учится у природы и действует по ее законам. В конце, прощаясь, мы обнялись. Большое спасибо за гостеприимство. Ваша информация оказалась очень интересной и полезной. Я собрал богатый и увлекательный материал о традициях нашего народа. Уверен, для читателей, родившихся и выросших в городе, эти сведения будут ценными. Ты прав. Вот мои назидания. Если мы не сохраним народные традиции и искусства, никто их не сохранит. Ничего нельзя забывать. Если мы забудем, потеряем свою культуру и страну.